Әйелі оны кедей деп тастап кетті. Бірақ арада 25 жыл өткенде, дәл сол әйел бұрынғы күйеуінің есігін қағып, тізерлеп кешірім сұраймын деп ешқашан ойламаған еді. Ал ең ауыры, оның бұрынғы күйеуі ешқашан кек алмады. Керісінше, бүкіл елге үлгі болатын сөз айтып, жиналған жұрттың көзіне жас үйірді. Сол күні 3 баласы Гарвард университетінің түлектері ретінде әкесінің жанында мақтанышпен тұрды. Опасыздықпен басталған бұл тағдырдың соңы миллиондаған адамның жүрегін елжіреткен еді. Арнамызға лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Алда жүрекке тиетін қазақы тағдыр басталады. Өмірден алынған осындай тағылымы мол әңгімелерді жақсы көрсеңіздер, пікірлеріңізді міндетті түрде жаза отырыңыздар. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз бізге жаңа әсерлі оқиғаларды ұсынуға күш береді. Қыс. Қақаған аяз жер бетін аппақ қармен жапқан күндердің бірі еді. Таңғы аспанды сұр бұлт торлап, бет қаратпайтын ызғарлы жел ауылдың көшелерін кезіп жүрді. Осындай суық күндердің өзінде Ерлан үйінен ерте шығып, еңбегінен бір күнде қалмайтын. Ол үшін маңдай термен табылған бір үзім нанның қадірі дүниедегі барлық байлықтан жоғары болатын. Жастайынан жоқшылық көріп өскен жігіт, балаларымен көрген қиындықты көрмесін деген арманмен өмір сүрді. Ерланның жары Айсәуле болатын. Сырт көзге жарасында отбас секілді көрінгенмен, соңғы жылдары олардың шаңырағында бұрынғы жылылық қалмаған еді. Ерлан күндіз-түні еңбек етіп жүргенде, Айсәуленің ойы басқа өмірде, басқа ортада, байлық пен сән салтанатта жүретін. Әлеуметтік желіден көрген жалтыраған өмірлер оның жүрегіне қызғаныш ұялатып, өз отбасына деген ризашылығын біртіндеп өшіріп бара жатты. Ерлан мұны сезсе де, әйелінің көңілін қалдырмауға тырысатын. Бүгін қиын болса, ертең бәрі жақсы болады деп үміттенетін. Бірақ кейде адамның үміті өзгенің нәпсінен әлсіз болып қалады екен. Қыс бірте-бірте аяқталып, жердің томы жібіген көктем келгенмен, Ерланның шаңырағына жылылық кірмеді. Табиғат жамарып жатқанымен, оның отбасының арасындағы көзге көрінбейтін алшақтық күн сайын ұлғая түсті. Ерлан мұны сезетін, бірақ отбасының берекесін сақтау үшін үнсіз төзуді ер азаматтың парызы санады. Ол, ашумен айтылған сөз, үйдің берекесін қашырат деген әкесінің өсиетін өмір бойы ұстанып келген еді. Ерлан құрылыс саласында өз кәсібін енді ғана аяғына тұрғызып келе жатқан еңбекқор азамат болатын. Таң намазына дейін оянып, жұмысқа бірінші болып келетін де, кеш батқанда ең соңғы болып қайтатын. Оның арманы бай болу емес еді. Арманы 3 баласының болашағы жарқын болуы. Үлкен ұлы Данияр мектепте үздік оқитын. Мұғалімдері оның зеректігін айтып мақтайтын. Ортаншы қызы Амина бірнеше тіл үйреніп жүрген, кітап оқуды ерекше жақсы көретін. Ал кенжесі Әмір техникаға қызығып, әртүрлі құрғыларды өзі құрастырып жүретін. Кешкісін үшеуі әкелерін есік алдында күтіп алатын. Әке келді. Осы 3 сөз Ерланның бүкіл шаршауын ұмыттыратын. Бірақ Айсәуле соңғы кездері сол балалардың қуанышына да селқос қарайтын болды. Осы өмірден жалықтым. Үнемі жұмыс, үнемі ақша жетпейді. Басқалар қандай өмір сүріп жатыр, біз қандай өмір сүріп жатырмыз деп жиі күрсінетін. Ерлан оның әр сөзін сабырмен тыңдайтын. Сабыр етші Айсәуле. Бүгін болмаса, ертең еңбегіміздің жемісін көреміз. Ең бастысы, балаларымыз аман болсын. Бірақ Айсәуле бұл сөздерді естігісі келмейтін. Оның көңілі әлде қашан басқа жаққа ауып кеткен еді. Жаз келді. Күн ұзарып, табиғат құлпыра түсті. Балалар демалысқа шығып, әкелермен бірге бақшаға ағаш отырғызды. Ерлан әр ағашты отырғызғанда, мынау ағаштар сендермен бірге өседі. Адам да ағаш сияқты. Тамыры мықты болса ғана дауылға сынбайды, деп балаларына өмірдің мәнін түсіндіретін. Балалар әкесінің әр сөзін көңілдеріне тоқып жүрді. Ал Айсәуле сол күнде телефонынан бас көтермеді. Күз келгенде бәрі бұрынғыдан да өзгере бастады. Айсәуле үйге кеш қайтатын болды. Кейде тіпті құрбыларыммен кездестім деп, түн ортасында келетін. Балалар да өзгерісті сезді. Бір кеште кішкентай Әмір: «Әке, анам бізді бұрынғыдай құшақтамайды. Ол бізді жақсы көреді ме?» деп сұрады. Бұл сұрақ Ерланның жүрегіне пышақтай қадалды. Ол ұлының басынан сипап: «Әр ана өз баласын жақсы көреді, балам», деді. Бірақ бұл сөзді айтқанда өзінің даусының дірілдеп кеткенін өзі де сезді. Сол түні Ерлан ұзақ ұйықтай алмады. Керезенің ар жағында күздің суық жаңбыры тырсылдап жауып тұрды.
Ол жаңбырдың әр тамшысы өз жүрегіне тамып жатқандай сезілді. Ерлан ішінен: «Я Алла, тек балаларының бақытына сынақ бере көрме», деп дұға етті. Бірақ тағдыр оған дәл сол дұғадан кейін ең ауыр сынақты дайындап қойған еді. Күздің қара суығы ерте түскен жыл еді. Таңертеңгі салқын самал ағаштардың сарғайған жапырақтарын жерге баяу түсіріп, табиғаттың өзі бір мұңды күйге енгендей болатын. Ерлан сол күнде әдетінше таң атпай жұмысқа кетіп, балалардың маңдайларынан сүйіп шықты. Ол ешқашан үйінен ренжіп кетпейтін. Үйге қуаныш алып келетін еркек болу керек деген сөзді өмірлік ұстанымына айналдырған еді. Кеш бата ол үйіне ерекше көңіл-күймен оралды. Жолай балаларға сүйікті тәттілерін, қызы Аминаға жаңа кітап, Әмірге көптен бері армандап жүрген құрастырмалы техника жиынтығын, ал Даниярға олимпиадаға дайындалуға арналған қымбат оқу құралдарын сатып алған болатын. Бүгін бәрі бірге отырып кешкі ас ішіп, балалардың жетістіктерін талқылаймыз деп ойлады. Бірақ үйдің есігін ашқан сәтте, оның көңілі су септендей басылды. Үй іші тым-тырыс. Ас үйде ешкім жоқ. Балалардың бөлмесі бос. Үстелдің үстінде ақ қағаз жатыр. Ерлан әлгі қағазды қолына алған кезде, жүрегі бергісіз бір жамандықты сезгендей дүрсілдеп кетті. Қағазда бірнеше ғана сөйлем жазылыпты. Ерлан: «Мен бұл өмірден шаршадым. Өз бақытымды басқа жерден іздеймін. Мені іздеме. Балаларды өзің өсір. Мен қайтып келмеймін». Ерлан әлгі жолдарды қайта-қайта оқыды. Әр әрпі жүрегіне қадалған тікендей еді. Ол қағазды бүктеп қойды. Айқайламады. Ештеңені сындырмады. Тек үнсіз орындыққа отырып қалды. Сыртта күзгі жел ұлып тұрды. Дәл сол жел оның үйінің ішіндегі жылылықты да алып кеткендей еді. Сәлден кейін есік ашылып, мектептен 3 бала кіріп келді. «Әке!» Балалар қуанып жүгіріп келді. Бірақ аналарының аяқ киімін көрмеген соң бәрі үнсіз қалды. Амина бірінші болып: «Әке, анам қайда?» Данияр да айналасына қарап: «Анам жұмысқа кетті ме?» Кішкентай Әмір жүгіріп барлық бөлмені қарап шықты. «Әке, анам жоқ». Үй ішін ауыр үнсіздік басты. Ерлан балаларына өтірік айтқысы келмеді. Бірақ олардың жүрегін жаралағысы да келмеді. Ол үшеуін қасына отырғызып, әр қайсысын құшағына қысты. Даусы әрең шықты: «Балаларым, кейде өмірде біз қаламайтын жағдайлар болады. Бірақ қандай жағдай болса да, сендер ешқашан жалғыз болмайсыңдар. Мен сендердің әкелерінмін. Мен бармын». Осы сөзден кейін кішкентай Әмір әкесінің мойнынан құшақтап: «Әке, бізге ешкімнің керегі жоқ. Сен ғана кетпе», деді. Бұл сөзді естігенде Ерланның көзінен алғаш рет жас шықты. Ол көз жасын балаларға көрсетпеуге тырысып, керезеге бұрылды. Сол түні 3 бала әкесінің қасында ұйықтады. Ерлан бір сәтте көз іле алмады. Таң атқанша төбеге қарап жатты. Ол өзін емес, балаларын ойлады. Енді олардың анасында, әкесінде мен боламын. Ешқайсысын жылатпаймын. Қандай қиындық келсе де, балаларымды білімді, тәрбиелі, елге пайдалы азамат етіп өсіремін. Бір күні оларды әлемнің Билонг ең үздік университеттерінде оқытамын. Олар мен мақтанатын емес, мен олармен мақтанатын күнге жеткіземін деп іштей серт берді. Ол кезде Ерлан бұл серттің орындалуы үшін қаншама жыл маңдай терін төгіп, қаншама ұйқысыз түн өткізетінін, бірақ сол еңбектің жемісін бір күні көретінін әлі білмейтін еді. Қыс ерте түсіп, айналаны ағылпа қар жапқан күндердің бірі еді. Ауылдың көшелері жым-жырт. Тек анда-санда соққан суық жел ғана үй шатырларын гүлдетіп өтетін. Ерлан сол күні бұрынғыдан да ерте оянды. Үйдің іші қараңғы. Бірақ 3 баласының жүзін көрген сайын оның бойына күш бітіп кететін. Ол үнсіз ас үйге кіріп, бұрын өмірінде істеп көрмеген жұмыстарды атқара бастады. Балаларға таңғы ас әзірледі. Бірінің киімін үтіктеді, бірінің сөмкесін жинады, бірінің аяқ киімін тазалады. Бұрын мұның бәрін Айсәуле істейтін. Енді сол міндеттің бәрі Ерланның иығына түсті. Данияр оянып әкесінің ас үйде жүргенін көріп: «Әке, сіз шаршап кетесіз ғой?» Ерлан күлімсіреп: «Ер адам шаршадым деп айту үшін емес, отбасының арқасы болу үшін жаралған, балам», деді. Сол күннен бастап Ерлан өзіне сет берді: «Мен ешқашан балаларының алдында мойымаймын. Олар бір күні мені мақтан тұтуы керек». Көктем келді. Қар еріп, жер бусанып, айнала жасыл түске бояла бастады. Бірақ Ерланның өмірі жеңілдей қойған жоқ. Таңғы 5-те тұрады. Балаларды мектепке дайындайды.
Өзі жұмысқа кетеді. Кешке қайта келеді, үй жинайды, тамақ әзірлейді. Балалардың сабағын қарайды. Түн ортасына дейін ертеңгі жұмыстың жоспарын жасайды. Кейбір түндері орындықта отырып ұйықтап кететін, бірақ ешқашан балаларына мұңын көрсетпейтін. Жаз шықты. Данияр республикалық олимпиададан бірінші орын алды. Амина ағылшын тілінен халықаралық байқаудың жеңімпазы болды. Әмір кішкентай болса да, робот жасау жарысында жеңіске жетті. Марапаттау рәсімінде жүргізуші: "Осындай балаларды тәрбиелеген аналары қайда?" деп сұрағанда, балалар үнсіз қалды. Сонда Данияр сахнаға шығып: "Бізді тәрбиелеген бір ғана адам бар. Ол біздің әкеміз." Зал ұзақ қол соқты. Ал Ерлан ең артты қатарда үнсіз ғана көзіне жас алып отырды. Бұл оның өміріндегі ең қымбат марапат еді. Жылдар өте берді. Күз қайта келді. Сарғайған жапырақтар жерге төгіліп жатты. Ерлан өз кәсібін кеңейте бастады. Алғашында кішкентай ғана құрылыс компаниясы болса, бірнеше жылдың ішінде адал еңбектің арқасында үлкен мекемеге айналды. Ол ешқашан біреудің ақысын жемеді. Ешкімге өтірік уәде бермеді. Сол үшін елдің құрметіне бөленді. Балалары да әкесінің әр тиынын қалай тапқанын көріп өсті. Данияр бір күні: "Әке, неге біз демалысқа сирек барамыз?" деп сұрады. Ерлан баласының иығына қолын қойып: "Себебі мен сендердің болашақтарына ақша жинап жүрмін. Бір күні сендер әлемнің ең үздік университеттерінде оқисыңдар. Сонда менің барлық еңбегім ақталады." Балалар сол күннен бастап әкелерінің еңбегін бұрынғыдан да қатты бағалай бастады. Қыс тағы келді. Данияр мектепті алтын белгімен аяқтады. Амина бірнеше халықаралық емтиханнан жоғары балл жинады. Әмір информатикадан әлемдік олимпиадаға жолдама алды. Бір күні шетелден көптен күткен хат келді. Үшеуі де Гарвард университетіне қабылданған еді. Үйдің іші қуанышқа толды. Әмір әкесін құшақтап: "Әке, бұл сенің жеңісің. Сен бізді осындай деңгейге жеткіздің" деді. Ерлан үнсіз ғана балаларын құшағына қысты. Сол сәтте оның есіне осыдан көп жыл бұрынғы күзгі кеш. Үстел үстінде қалған бір жапырақ қат, 3 баласының көз жасы, бәрі түсті. Ол іштей: "Аллаға шүкір. Балаларым ешкімнен кем болған жоқ" деп күбірледі. Жаздым жайма шуақ күн еді. Гарвард университетінің бітіру рәсімі өтті. Әлемнің түкпір-түкпірінен келген ата-аналардың арасында қарапайым қазақ азаматы Ерлан да отырды. Сахнаға алдымен Данияр шықты, сосын Амина, артынша Әмір. Үшеуі де үздік диплом алды. Жүргізуші: "Осындай жетістікке жетулеріңізге кім себеп болды?" деп сұрағанда, үшеуі бір ауыздан: "Біздің әкеміз. Бізді өмірге қайта әкелген де әкеміз. Бізге анамыздың орнында, әкенің орнында толтырған адам әкеміз. Біз өмір бойы әкемізді мақтан тұтамыз" деді. Залдағы адамдар орындарынан тұрып ұзақ қол соқты. Ал Ерлан тағы да үнсіз жылады. Бірақ бұл жолғы көз жасы қайғының емес, бақыттың көз жасы еді. Жылдар бірінің артынан бірі өте берді. Кеше ғана әкесінің қолынан ұстап, мектепке барған 3 бала енді өз саласының білікті маманына айналды. Данияр халықаралық қаржы компаниясында басшылық қызметке шақырылды. Амина ғылым жолын таңдап, жасанды интеллект саласында әлемге танылған зерттеуші болды. Әмір заманауи технология компаниясын құрып, көптеген жас маманға жұмыс берді. Бірақ қай қалада, қай елде жүрсе де, олар үшін ең қымбат мекен әкелері тұратын қарапайым қазақ шаңырақ еді. Жас сайын олар туған жерге міндетті түрде оралатын. Үйдің ауласына кірген бойда бұрынғы әдетпен: "Әке, біз келдік" деп дауыстайтын. Ерланның жүзі сол сәтте бал-бұл жайнайтын. Ол ешқашан "Мен сендер үшін осынша еңбек еттім" деп айтқан емес. Керісінше, адамның байлығы баласының тәрбиесі. "Елге пайдалы болсаңдар, менің еңбегімнің ақталғаны" дейтін. Балалары да әкесінің әр сөзін өмірлік ұстанымға айналдырды. Күздің бір салқын күні еді. Ауылдағы ағаштардың сарғайған жапырақтары баяу жерге түсіп жатты. Ерлан үйдің алдында шай ішіп отырған. Кенет есік қағылды. Есікті ашқанда, табалдырықтың алдында иығы түсіп, жүзі әжім басқан, шашына ақ кірген бір әйел үнсіз тұр екен. Бұл Айсәуле еді. Кезінде сән салтанатты өмірді таңдап, өз балаларын да адал жарында тастап кеткен сол әйел. Бірақ уақыт оның жүзіндегі сұлулықты ғана емес, тәкаппарлығын да алып кеткен еді.
Айсәуле басын төмен салып, «Ерлан, маған бір ауыз сөз айтуға рұқсат берші» деді. Ерлан үнсіз ғана шетке ығысты. Үйге кірген соң, Айсәуле айналасына қарады. Қабырғада 3 баласының Гарвард университетін бітірген суреттері ілулі тұр. Төрдегі сөреде олардың алған марапаттары мен дипломдары көзге түседі. Сол суреттерге ұзақ қарап қалған Айсәуленің көзінен жас парлап кетті. Ол дірілдеген дауыспен: «Мен бәрінен айырылдым. Бірақ ең үлкен жоғалтқаным сендер екенсіңдер» деді. Ерлан ештеңе демеді, үнсіз тыңдап отырды. Бір кезде Айсәуле: «Балалар, мені кешіре ме екен?» деп сыбырлады. Дәл сол сәтте аулаға көлік келіп тоқтады. 3 бала үйге кірді. Олар табалдырықта тұрған аналарын бірден таныды. Бөлме ішін ауыр үнсіздік басты. Үй ішіндегі үнсіздік ұзаққа созылды. Сағаттың тықылы ғана естіліп тұрды. Бір кезде сыртта күзгі жел күшейіп, керезеге соққан жаңбыр тамшылары осы сәттің ауырлығын одан сайын сездіргендей болды. Данияр, Амина және Әмір есік алдында үнсіз тұрды. Олар бала кездеріндегі күндерді ұмытпаған еді. Әкелерінің таң атпай жұмысқа кеткенін. Кешке шаршап келсе де, оларға ертегі оқып бергенін. Ауыр сәттерде бәр жақсы болады деп жұбатқанын. Ал аналарының бір күні еш түсініктемесіз кетіп қалғанын да ұмытқан жоқ. Айсәуле балаларға қарап, көз жасын тоқтата алмады. «Балаларым, мен сендерге ана бола алмадым. Мен ең қымбат нәрсені өз қолыммен жоғалттым» деді ол. Амина үнсіз көз жасын сүртті. Оның жүрегінде бала күнгі сағыныш та, реніш те бар еді. «Анашым, біз сізді көп жыл күттік. Әкеміз әр түн сайын бізге сіз туралы жаман сөз айтпады. Ол бізге сендердің аналарыңды сыйлаңдар деді. Біз сізді жек көруді емес, түсінуді үйрендік» деді Амина. Бұл сөз Айсәуленің жүрегін одан сайын ауыртты. Өйткені ол Ерланнан мұндай мейірім күтпеген еді. Ол бір кезде барлығын тастап кеткен адам болса да, Ерлан балалардың жүрегіне өшпенділік емес, адамгершілік ұялатқан еді. Әмір әкесіне қарап: «Әке, сіз бізге әрқашан дұрыс жол көрсеттіңіз. Егер сіз сол кезде ашумен өмір сүрсеңіз, біз бүгінгі адам болмас едік» деді. Данияр да әкесінің қолын ұстап: «Біздің ең үлкен байлығымыз сізсіз. Сіз бізге үй, ақша ғана емес, адам болуды үйреттіңіз». Ерлан балаларына қарап күлімсіреді. «Балаларым, адам өмірде қанша қиындық көрсе де, жүрегіндегі мейірімді жоғалтпау керек. Өткенді өзгерте алмаймыз, бірақ ертеңімізді дұрыс құра аламыз». Айсәуле орнынан тұрып Ерланның алдына келді. Ол алғаш рет өзінің қателігін толық мойындады. «Ерлан, мен сенің қадіріңді түсінбедім. Сен байлықтан да қымбат нәрсеге ие екенсің. Сенің байлығың сенің балаларың екен». Ерлан біраз үнсіз отырды. Оның жүрегінде бұрынғы жараның ізі бар еді. Бірақ ол жылдар бойы бір нәрсені үйренген болатын. Өшпенділік адамды жеңілдетпейді. Кешіре білу әлсіздік емес. Ол жай ғана: «Айсәуле, өткенді қайтара алмаймыз, бірақ балаларымыздың жүрегінде ауыр жүк қалдырмайық. Олар бақытты өмір сүруге лайық» деді. Айсәуле көз жасын тыя алмады. Ол сол сәтте бұрын жоғалтқан ең үлкен байлығының не екенін түсінді. Ол ақшада емес еді. Ол атақта емес еді. Ол адал адамның жүрегі еді. Арада бірнеше жыл өтті. Ерланның үйінде қайтадан қуаныш көбейді. Данияр сүйген қызы Мәдинаға үйленді. Амина жүрегіне жақын адамын кездестіріп, бақытты отбасы құрды. Әмір де өз таңдауын жасап, Софиямен шаңырақ көтерді. Үйде немерелердің күлкісі естілетін болды. Бір кездері жалғыз қалған Ерлан енді үлкен әулеттің ақсақалына айналды. Бір күні балалары әкесінің туған күнінде жиналып: «Әке, сіз біздің өміріміздің ең үлкен қаһарманысыз» деді. Ерлан айналасына қарап баяу ғана күлімсіреді. Ол кезінде жүрегін жаралаған тағдырға емес, сол қиындықтан кейін табылған бақытқа қарады. Өйткені кейде өмір адамнан бір нәрсені алып кеткендей көрінеді. Бірақ сабыр еткен жанға одан да үлкен сый дайындап қояды. Уақыт өзен сияқты тоқтамай ағып жатты. Кеше ғана кішкентай бала болып әкесінің қолынан ұстап жүрген Данияр, Амина және Әмір енді өз отбасыларының тірегіне айналған еді. Бірақ олардың жүрегіндегі ең үлкен құрмет пен махаббат әлде сол баяғы қалпында әкелеріне арналған еді. Ерлан қартайған сайын балалары оған бұрынғыдан да жақын болды. Олар әкесін ешқашан жалғыз қалдырмады. Қай елде жүрсе де күн сайын хабарласып, жағдайын сұрап отырды.
Данияр, әке, сіз бізге өмір сыйладыңыз. Енді сіздің тыныш, бақытты өмір сүруіңіз біздің міндетіміз дейтін. Амина әкесінің сүйікті тағамдарын дайындап, балалық шағындағы жылы естеліктерді еске алатын. Ал Әмір әкесіне жаңа технологиялар үйретіп, әке, заман өзгерсе де, сіздің бізге берген тәрбиеңіз еш қашан өзгермейді деп күлетін. Бір күні көктем мезгілі еді. Ауладағы ағаштар бүршік жарып, айнала қайта тірілгендей болатын. Ерлан баяу жүріп, өзі көп жыл бұрын отырғызған ағаштардың жанында тұрды. Ол ағаштарға қарап ұзақ ойға батты. Кезінде сол ағаштарды отырғызғанда, балаларымен бірге өссін деген еді. Бүгін сол ағаштар биік болып өсіпті. Ал балалары одан да биік белестерді бағындырды. Ерланның көзіне жас келді. Бірақ бұл жас қайғының емес, орындалған арманның жасы еді. Сол күні кешке балалары әкесіне үлкен тосын сый жасады. Үйдің ауласына жиналып, қабырғаға үлкен суретілді. Суретте 3 бала да, олардың жетістіктері де, ал ортасында Ерлан тұрды. Суреттің астында біздің жеңістеріміздің артында тұрған ең мықты адам әкеміз деген жазу бар еді. Ерлан ұзақ уақыт үнсіз қарап тұрды. Балаларым, мен сендерден ештеңе күтпедім. Тек жақсы адам болыңдар дедім. Сендердің осылай болғандарың менің ең үлкен бақытым деді. Данияр әкесін құшақтап, әке, сіз бізге тек әке болған жоқсыз. Сіз бізге өмір мектебі болдыңыз. Амина көз жасын сүртіп, егер сіз сол қиын күндері бізді тастап кетсеңіз, біз бүгінгі адам болмас едік. Әмір, біз сіздің атыңызды әрқашан мақтанышпен айтамыз. Айсәуле де бұл жылдары көп нәрсені түсінді. Ол бұрынғы қателіктерін мойындап, балаларының өміріне кедергі келтірмей, олардың бақытын алыстан болса да көріп жүрді. Кейде адам өміріндегі ең үлкен сабақ жоғалтқан нәрсесін қайтара алмау емес, сол жоғалтудың себебін түсіну екен. Ол Ерланды көрген сайын бір нәрсені ойлайтын. Мен бір кезде байлық іздеп кеттім, бірақ шынайы байлықтың не екенін кеш түсіндім. Күз келгенде Ерлан балалармен бірге дастархан басында отырды. Үй іші күлкіге толы. Немерелері жүгіріп ойнап жүр. Балалары әкесіне қарап күлімдеп отыр. Бір кезде Данияр, әке, сіз біздің өміріміздегі ең үлкен жеңімпазсыз деді. Жеңімпазсыз деді. Ерлан күлімдеп, жоқ балам, жеңімпаз қиындыққа қарамай адамдықты жоғалтпаған адам. Сол сөзді естіген балалар үнсіз қалды. Өйткені олар әкесінің бүкіл өмірін бір ауыз сөзбен түсінгендей болды. Жылдар өте берді. Қыс келді, көктем келді, жаз өтті, күз қайта оралды. Табиғат әр маусым сайын өзгергенімен, Ерланның жүрегіндегі бір қасиет ешқашан өзгермеді. Ол қандай қиындық көрсе де, ешкімге жамандық тілемеді. Өйткені ол өмірдің ең үлкен жеңісі біреуді жеңу емес, өзіңді жеңе білу екенін түсінген еді. Ерлан қазір немерелерінің ортасында бақытты өмір сүріп жатты. Бұрын үнсіз қалған үйде енді баланың күлкісі естілетін. Бір кездері жалғыз өзі 3 баланы тәрбиелеген шамырақ енді үлкен әулеттің берекелі мекеніне айналды. Данияр әкесінің еңбегін ешқашан ұмытпады. Ол үлкен компанияның басшысы болғанымен, қарапайымдылығын жоғалтпады. Бір күні жұмысындағы жастарға, менің жетістігімнің артында үлкен білім немесе мүмкіндік қана тұрған жоқ. Менің артында балалар үшін күрескен әкенің тәрбиесі тұр. Егер әкем сол қиын күндері бізді тастап кетсе, бүгінгі мен болмас едім деді. Сен мені кешірдің бе? Деп сұрады. Ерлан біраз үнсіз отырды. Сосын жай ғана, мен сені баяғыда кешіргенмін. Өйткені мен өткенге байланып өмір сүрсем, балаларымның болашағын көре алмас едім. Айсәуленің көзінен жас шықты. Ол осы сөз арқылы Ерланның қандай үлкен жүректі адам болғанын тағы бір рет түсінді. Сол түні Ерлан балаларына қарап отырып, адам өмірінде түрлі сынақ болады. Кейбірі жүрегіңді жаралайды, кейбірі сені өзгертеді. Бірақ қандай жағдай болса да, жүрегіңдегі мейірімді жоғалтпаңдар деді. Балалары бұл сөздерді өмір бойы ұмытпауға уәде берді. Өйткені олардың алдында отырған адам жай ғана әке емес еді. Ол 3 баланың тағдырын қараңғы күннен жарыққа шығарған үлкен жүректі азамат еді. Қыс қайта келді. Айналаны ақ қар жауып, табиғат баяу тыныштыққа бөленген еді. Бірақ Ерланның үйінің іші бұрынғыдай суық емес болатын. Бұл үйде енді мейірім бар еді, күлкі бар еді, бала қуанышы бар еді. Бір кездері жалғыз қалған әке бүгін үлкен әулеттің құрметті ақсақалына айналды.
Таңертең немерелері атасының бөлмесіне жүгіріп кіретін. Ата, тұрыңыз, біз сізге шай әкелдік деп күлетін. Ерлан олардың маңдайынан сүйіп, өмірдегі ең үлкен бақыт осындай сәттер екен дейтін. Ол бұрын байлық іздемеген еді. Ол тек балаларының жақсы адам болғанын қалады. Ал тағдыр оған сол тілегінен де үлкен сый берді. Бір күні Данияр, Амина және Әмір әкелеріне арнайы дастархан жайды. Үйдің төріне әкесін отырғызып, «Әке, бүгін біз сізге рахмет айту үшін жиналдық», деді Данияр. Ерлан таңырқап, «Балаларым, не үшін?» Амина көз жасын күлімсіреп сүртіп, «Біз бала кезімізде сіздің қанша қиындық көргеніңізді толық түсінбедік. Сіз бізге ешқашан майғаныңызды көрсетпедіңіз. Бірақ қазір ойланып қарасақ, сіз біз үшін өз армандарыңыздан бас тартқан екенсіз». Әмір де сөз қосты. «Сіз өзіңізге жаңа киім алмай жүрдіңіз, бізге кітап алдыңыз. Өзіңіз демалмай жүрдіңіз, бізге мүмкіндік жасадыңыз. Сіз бізге өмірдің ең қымбат сыйын бердіңіз, сенім бердіңіз». Ерлан үнсіз қалды. Оның көз алдына өткен жылдар келді. Жалғыз қалған күндер. Балаларының кішкентай қолдары. Түн ортасына дейін жұмыс істеген сәттері. Бәрі бір сәтте есіне түсті. Бірақ ол күндерге өкінішпен емес, мақтанышпен қарады. Сол кеште балалар әкесіне бір үлкен сыйлық дайындады. Олар әкесінің атымен жастарға арналған білім беру қорын ашқанын айтты. «Әке, сіз бізге мүмкіндік бердіңіз. Енді біз де басқа балаларға мүмкіндік бергіміз келеді». Ерланның жүрегі толқып кетті. «Балаларым, бұл менің ең үлкен жеңісім емес. Менің ең үлкен жеңісім сендердің жүректерінің таза болғаны». Көктем келгенде Ерлан ауылдағы балалармен жиі кездесетін болды. Ол оларға өмір туралы әңгімелер айтатын. «Балалар, адамды биік ететін нәрсе ақшасы емес. Адамды биік ететін нәрсе қиындықта адам болып қалуы». Балалар оның әр сөзін қызығып тыңдайтын. Өйткені Ерлан жай ақыл айтқан жоқ. Ол өз өмірімен дәлелдеген еді. Бір күні кешке ол ескі сандығын ашты. Ішінен балалардың кішкентай кезіндегі суреттерін алды. 3 баласы қолынан ұстап тұрған суретке ұзақ қарады. Сол суреттегі 3 бала қазір әлемге танылған азаматтар болды. Ерлан ақырын ғана күлімсіреді. «Аллаға шүкір, менің еңбегім босқа кетпетті», деді. Сол сәтте оның жүрегінде бір ғана сезім болды. Қанағат. Өйткені кейбір адамдар өмір бойы байлық іздейді, ал кейбір адамдар баласының бақыты арқылы ең үлкен байлыққа ие болады. Ерлан сондай адамдардың бірі еді. Көктемнің жылы самалы есіп, ауыл іші қайтадан жасыл түске боялған еді. Ерлан күн сайын таңертең ауласына шығып, өзі отырғызған ағаштарға қарап отыратын. Бұл ағаштар оған өмірінің әр кезеңін еске салатын. Бір ағаш жалғыз қалған күндерін, бір ағаш балаларын өсірген жылдарын, бір ағаш балаларының үлкен жетістіктерін. Ол әр бұтаққа қарап отырып, өмірдің адамға берген сынаға бекер келмейтін түсінетін. Кейде тағдыр адамның қолынан бір нәрсені алып кеткендей болады. Бірақ егер адам сабыр сақтап, дұрыс жолдан таймаса, өмір оған күтпеген жерден одан да үлкен сый береді. Бір күні Данияр әкесіне келіп, «Әке, мен сізге бір жаңалық айтқым келеді», деді. Ерлан күлімдеп, «Қандай жаңалық, балам?» «Біз сіздің өмір жолымыз туралы кітап жазғымыз келеді. Адамдар сіз сияқты әкелердің қандай қиындықпен бала тәрбиелейтінін білсе дейміз». Ерлан бірден басын шайқады. «Жоқ, балам, менің жасағаным ерекше нәрсе емес. Әр әке баласы үшін осылай күреседі». Данияр әкесінің қолын ұстап, «Жоқ, әке, сіз өзіңізді қарапайым адам деп ойлайсыз. Бірақ біз үшін сіз ең үлкен батырсыз». Бұл сөз Ерланды қатты толқытты. Өйткені ол ешқашан өзін батыр санаған емес. Ол тек әкелік міндетін орындадым деп ойлаған еді. Жаз келді. Үйге бүкіл отбасы жиналды. Ауылда балалар ойнап жүр. Дастархан үстінде күлкі мен әңгіме. Бір кездері үнсіз қалған үй енді қуанышқа толы. Ерлан немерелеріне қарап, «Сендер бақытты болыңдар, бірақ бақыт тек байлықта емес екенін ұмытпаңдар. Адамның ең үлкен байлығы отбасы, тәрбие және таза жүрек», деді. Немерелері атасының әр сөзін қызығып тыңдады. Сол күні Айсәуле де алыстан қарап отырды. Ол бұл отбасының бір кездері өз қолымен жоғалтқан бақыт екенін түсінді. Ол Ерланға қарап, «Сен өзгермепсің», деді. Ерлан тамырғап, «Қалай?» Айсәуле көз жасын сүртіп, «Сен бұрында жақсы адам едің. Мен тек сенің қадіріңді түсінбедім». Ерлан үндемеді. Өйткені кейбір сөздер кеш айтылса да, шындық болып қала береді.
Күз келгенде Ерланның балалары тағы бір үлкен қуанышпен келді. Данияр, әке, біздің отбасымызда тағы бір қуаныш бар. Қандай? Біз сіздің атыңыздан балаларға арналған білім орталығын аштық. Амина. Ол жерде жағдайы қиын балалар кегін білім алады. Әмір, өйткені біз сізден үйрендік. Бір адамға жақсылық жасасаң, ол жақсылық бір күні 1000 адамға тарайды. Ерланның көзіне жас толды. Ол сол сәтте өзінің ең үлкен жеңісін түсінді. Ол балаларына ақша ғана қалдырған жоқ. Ол оларға жүрек қалдырды. Сол түні Ерлан терезеден далаға қарап ұзақ отырды. Баяғыда ол сол терезеден жалғыздыққа қарап еді. Ал бүгін сол терезеден бақытқа қарап отыр. Ол ақырын ғана: өмірімдегі ең ауыр күндер мені ең бақытты күндерге жеткізді деді. Өйткені кейде адамның ең үлкен бақыты жоғалтқанын қайтару емес. Ең үлкен бақыты жоғалтқаннан кейін өзін қайта табу. Жылдар тағы да сырғып өте берді. Уақыт бір орында тұрмайды. Кеше ғана кішкентай болып әкесінің қолынан ұстап жүрген балалар енді өз балаларына өмірдің мәнін үйретіп жүрген ата-анаға айналды. Ерланның шаңырағы бұрынғыдан да берекелі болды. Таңертең немерлерінің күлкісі естіледі. Кешке балалары әкесімен бірге шай ішіп, өткен күндерді еске алады. Ол үйде бір ғана нәрсе өзгермеді. Ол Ерланға деген құрмет. Өйткені әр бала әкесінің өмір жолын жүрегімен түсінетін. Бір күні Данияр әкесінің жанына отырып: әке, мен сізге бір нәрсе айтқым келеді. Айта ғой балам. Бала кезімде сіздің неге түнге дейін жұмыс істейтініңізді түсінбейтінмін. Кейде әкем неге бізбен көбірек ойнамайды деп ойлайтынмын. Бірақ қазір мен де әке болған соң түсіндім. Сіз бізбен ойнауға уақытымыз болмағандықтан емес, біздің болашағымыз үшін уақытымызды құрбан еткен екенсіз. Ерлан үнсіз тыңдап отырды. Данияр жалғастырды: сіз бізге үлкен үй немесе қымбат заттар берген жоқсыз. Сіз бізге одан да қымбат нәрсе бердіңіз. Сенім бердіңіз. Ар-намыс бердіңіз. Еңбек етуді үйреттіңіз. Ерлан баласының сөзінен кейін көзін төмен салды. Кейде ата-ана баласының жүрегінде қандай із қалдырғанын білмейді. Бірақ бір күні сол із ең үлкен сыйға айналады. Қыс қайта келді. Ауыл бұрынғыдай аппақ қарға оранды. Ерлан баяу жүріп, ауылдағы ағаштардың қасына барды. Ол бір ағаштың қабығын сипап: сен де менімен бірге өстің ғой, деп күлімсіреді. Бұл ағашты ол балалар кішкентай кезінде отырғызған еді. Сол кезде 3 бала қолдарына күрек ұстап: әке, бұл ағаш қашан үлкен болады, деп сұраған. Ерлан: сендер үлкен болғанда, бұл да үлкен болады, деген еді. Сол сөз шындыққа айналды. Ағаш та өсті, балалар да өсті, ал оның арманы да орындалды. Сол жылы отбасы үлкен қуанышқа жиналды. Данияр мен Мәдина бақытты өмір сүріп жатты. Амина да өз отбасымен берекелі ғұмыр кешіп отырды. Әмір мен Сафия да шаңырақтарының шаттығын арттырып жүрген еді. 3 баланың да балалары атасының жанынан шықпайтын. Ата, бізге тағы да өмір туралы әңгіме айтып бермішші, дейтін олар. Ерлан күлімдеп: ең бастысы, адам ешқашан біреудің жүрегін ауыртпасын. Байлық кетеді, атағы жоғалады. Ал адамның жасаған жақсылығы ғана артынан қалады. Бір күні Айсәуле Ерланға соңғы рет келді. Ол бұрынғыдай емес еді. Көзірінде өкініш бар, жүзінде өмірдің берген сабағы бар. Ерлан, мен саған бір ғана нәрсе айтқым келеді. Айт. Мен өмір бойы іздеген байлық менің жанында болған екен. Мен сенің қадіріңді кеш түсіндім. Ерлан жай ғана басын изеді. Әр адамның өмірінде қателік болады. Ең маңыздысы сол қателіктен сабақ алу. Айсәуле көз жасын сүртті. Ол бұл сөздердің ішінде қанша жылдық ауырлық пен қанша жылдық сабыр жатқанын түсінді. Сол кеште Ерлан балалары мен немерелерінің ортасында отырды. Үй іші қуанышқа толы. Ол баяу ғана айналасына қарады. Бір кезде жалғыз қалған адам еді. Ал қазір үлкен әулеттің сүйікті атасы. Бір кезде жүрегі жараланған адам еді. Ал қазір жүздеген адамға үлгі болған адам. Ерлан сол сәтте бір нәрсені анық түсінді. Адал жүрекпен өмір сүрген адамның ең үлкен жеңісі уақыт өте келе өзінің дұрыстығын дәлелдеу емес, артында жақсы адамдар қалдыру. Көп жылдар өтті. Уақыт өз дегенін жасады. Ерланның шашына ақ кірді. Жүрісі баяулады. Бірақ оның жүзінен бір нәрсе ешқашан жоғалмады. Ол бақыттың тыныш күлкісі еді.
Өйткені ол өмірдің ең қиын сынағынан өтіп, ең үлкен сыйына жеткен болатын. Бір кездері ол күзгі суық кеште жалғыз қалып, 3 баласын құшағына қысып, «Мен сендерді ешкімнен кем қылмаймын, жақсы адам етіп өсіремін» деп өзіне ант берген еді. Сол ант орындалды. Бір күні Ерланның үйіне бүкіл отбасы жиналды. Үйдің іші бұрынғыдан да көңілді болатын. Данияр мен Мәдина балалармен келді. Амина мен оның отбасы да дастархан басынан орын алды. Әмір мен Сафия да қуанышпен жетті. Немерелер атасының жанынан шықпай, «Ата, бізге бала кезіңіздегі әңгімелерді айтып беріңізші» деп өтінді. Ерлан күлімдеп, «Менің ең қызықты әңгімем сендердің әкелерің мен аналарың туралы. Ол кезде олардың қолынан ұстап, өмірдің қиын жолынан бірге өттік. Бірақ мен бір нәрсені түсіндім. Баланың жүрегіне махаббат пен тәрбие берсем, ол өмірде адаспайды». Немерелері атасының сөзін мұқият тыңдады. Сол күні Данияр орнынан тұрып, «Әке, бүгін біз сізге бір нәрсе айтқымыз келеді». Ерлан күлімдеп, «Тағы қандай жаңалық бар?» «Амина, біз үшеуміз ақылдасып, сіздің есіміңізбен үлкен қайырымдылық жобасын бастадық. Ол арқылы әкесінің қамқорлығын қажет ететін балаларға білім алуға көмектесеміз. Әмір, өйткені біз сізден үйрендік. Бір адамның өміріне жарық сыйлау үлкен байлық». Ерланның көзінен жас шықты. Бірақ бұл жолы ол көз жасын жасырмады. Өйткені бұл қуаныштың жасы еді. Кешке бәрі тараған соң, Ерлан аулаға шықты. Аспанда жұлдыздар жарқырап тұрды. Ол баяу жүріп, кезінде балалармен бірге отырғызған ағаштың қасына келді. Ағаш биік болып өсіпті. Бұтақтары кем жайылыпты. Ерлан қолын ағашқа қойып, «Сен де менің балаларым сияқты өсіпсің» деді. Оның есіне баяғы күндер түсті. Жалғыз қалған шағы, балаларының кішкентай кезі, ұйқысыз түндері, еңбекпен өткен жылдары. Бірақ ол ештеңеге өкінбеді. Өйткені сол қиындықтар оны бүгінгі бақытқа жеткізді. Арада біраз уақыт өткенде Ерланның өміріндегі ең үлкен қуаныштардың бірі болды. Даниярдың баласы университетке түсті. Аминаның қызы үлкен жетістікке жетті. Әмірдің балалары да білімге құштар болып өсті. 3 отбасы да тату тәтті, бақытты өмір сүрді. Балалары әкелерін әрдайым құрметтеп, «Біздің ең үлкен байлығымыз сізсіз әке» деп айтатын. Бір күні Ерлан балаларын қасына шақырды. «Балаларым, өмірде бәрі өзгереді. Адам жасарады, қартаяды, байлық келеді, кетеді. Бірақ бір нәрсе мәңгі қалады». «Ол не, әке?» деді Әмір. Ерлан күлімдеп, «Адамның артында қалған жақсы ата. Егер біреудің жүрегін жараламай, қолынан келгенше жақсылық жасасан, сол ең үлкен жеңіс». Балалары әкесінің қолын ұстап отырды. Олар осы сөздерді жүректеріне мәңгі сақтады. Ерланның өмірі осылай аяқталған жоқ. Керісінше, оның еңбегі балаларының, немерелерінің жүрегінде жалғаса берді. Өйткені кейбір адамдар дүниеден өткеннен кейін де өмір сүреді. Олар өз артынан байлық емес, тәрбие, мейірім және жақсы есім қалдырады. Ал Ерланның ең үлкен жеңісі оны тастап кеткен адамның қайтуы емес еді. Оның ең үлкен жеңісі сол ауыр күндерде сынбай, 3 баласын білімді, бақытты, жүрегі таза азамат етіп өсіре алған еді. Себебі шынайы ер азаматтың күші ашумен жауап беруінде емес, қиындыққа қарамай отбасының тірегі болып қала білуінде.